Қазіргі біздің мынау жалпы өткен жылғы ел президенті Тоқаевтың мақаласынан кейін және көтерілген қаулыдан кейін біздің елімізде сонау 30-шы жылдардағы саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жөнінде арнайы республикалық, соған сәйкес өңірлік комиссиялар құрылып жұмыс істеуде. Соның бірі Алматы қаласы бойынша құрылған осы қуғын-сүргін құрбандарын ақтауға ұсыныс беру жөніндегі комиссия. Сол комиссияның ішінде 9 топ жұмыс істейді. Сол 9 топтың бірі біз өзім жетекшілік жасап отырған дәстүрлі дін өкілдерін ақтау жөніндегі жұмыс тобы. Біздің топта негізінен 6 адам жұмыс істейді. Бұл топтың негізгі басты мақсаты қуғын-сүргінге ұшыраған, әсіресе 20-шы ғасырдың 20-шы жылдары менен 50-ші жылдар аралығындағы қуғын-сүргінге ұшыраған дін өкілдері бойынша құжаттарды қарастыру, олардың аты жөндерін анықтау, олар қандай баптар бойынша және қанша жылға сотталды, не болмаса өзге жаққа көшірілді, олардың қудаланған отбасы туралы мәліметтерді жинау және республикалық ақтау жөніндегі комиссияға ұсыныс беру. Негізінен саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау, оның ішінде дәстүрлі дін өкілдеріне байланысты бір қатар қарқынды жұмыстар жүргізіліп жатыр қазіргі кезде. Оның ішінде Алматы қаласы бойынша 20-шы ғасырдың 20-50-ші жылдар арасындағы саяси қуғын-сүргін құрбандарының санатына дін өкілдері жатқызылмаған. Соған байланысты бір қатар құжаттар жинау барысында қиындықтары да және қызығы да бар. Оның ішінде біраз құжаттарды қарастыру барысында дін өкілдеріне қоғамдағы қауіпті элементтер ретінде санағаны, оларды қоғам қарақшылары ретінде қараған туралы құжаттар кездесуде. Сонымен бірге сыйыну орындары, мешіттер мен шіркеулердің жабылуы барысында олардың заттары тәркіленгендігі және үлкен ауыр жазалар алуы, 5 жылдан 10 жылға дейін сотталулары немесе ату жазасына кесілген туралы түрлі құжаттар табылып жатыр. Дін өкілдерінің және бұл материалдар дін өкілдеріне байланысты жаңа қуғын-сүргін санатына жатпағандықтан бірқатар қиындықтарды да туғызып отыр. Көбінесе жаңа құжаттар бойынша осындай өңірлерде 9 имам немесе 6 ишан жазаға тартылды дегенмен олардың аты жөндеріне байланысты құжаттар жоқ. Сондықтан бұл құжаттарды бір архивтен іздегенмен келесі аты жөніне байланысты оны басқа құжаттардан немесе өңірлік архивтерге барып, басқа қалалардағы архивтерге барып іздестірілу жұмыстары жүргізілу алдағы мақсат болып тұр. Мынандай нәрсені айта кетуіміз керек. Жалпы 20-30-шы жылдардағы КСР-дағы жүргізілген діни саясатқа байланысты ол кездегі мынау қазіргі айтылып отырған орталық дін басқармасы бұл Уфада болды ғой. Сол кезеңдегі діндарларды, жалпы КСР бойынша діндарларды қудалау кезінде Уфадан бастау алған Құран тізбесі деген арнайы айыптау ісі жүргізілген. Осы бойынша мысалы Ақтөбе, Маңғыстау, Орал облыстарында 12-ден астам молла ишандар сотталды. Бұл 035 деген іс бойынша жүргізілген. Бұл орталық Мәскеудің жүргізіп отырған ісі. Осының ішінде көптеген молда имамдар да сотталынып кетті. жылы Батыс Қазақстан облыстық архив
азалық кітап деген жинақ шығарды. Сол жерде 18 дін қызметкерінің жаңа репрессияға ұшыраған туралы мәлімет бар. Оның 10-ы православ дінінің өкілі, 8-і ислам дінінің өкілі. Бірақ біз кейін зерттей келе бұл репрессияға ұшыраған дін қайраткерлерінің өте көп екенін көрдік. Бұл мына дін қайраткерлері, дін өкілдері негізінен репрессияның алдыңғы шегінде кеткен. Олар қазір ешбір есепте де қалмаған, есепке кірмеген. Сондықтан олар жаңа ақталу түгіл, тіпті ешқандай тізім де жоқ. Біз қазір соларды қарап жатырмыз. Мысалы, Батыс Қазақстан облыстық архивтің қорында жалпы дінге шабуылды, дін қызметкерлерін, дін өкілдерін қудалауды 2 кезеңге бөледі тарихшы Назира Нұртазина. Бірінші 27 жылға дейінгі алғашқы кезеңі, ол кезде жеңіл желпі болған, жер аударған, тәркілеген, аз жылға соттаған. Одан кейін екінші кезеңі ол 38-ге дейін ол кезде түгелдей ату жазасына кеткен. Біз 1926 жылғы бір құжатты қарадық. Сол кезде облыс бойынша, Орал облысы бойынша мұсылман дінінің өкілдерінің тізімін жасаған екен. Ол жерде 867 адам. Ішінде хазіреттер бар, ишандар бар, мұқтасиптер бар, мушабирлер бар. Бұл сол кездегі Батыс Қазақстан облысы дін өкілдерінің діни элитасы деп айтуға болады. Оның ішінде Уфадағы діни басқармаға съездеріне қатысқан үлкен дін қайраткерлері болған, мысалы Қуанай Хазірет, Қосдәулетов сияқты, Хасен Нұрмұхаметов сияқты. Ол кісілердің барлығы 37-38 жылдары діни экстремистік пан-исламдық топтың жетекшілері ретінде ату жазасына кесілді. Бұл дін иелерін ақтауда бір ерекшелік, бұларды бөлек санат ретінде қабылданбаған. Бұларды буржуалиялық көзқарас топтарына кіріп кетті, совет үкіметіне қарсы үгіт насихат жұмыстарын жүргізу деген сияқты баптармен сотталған. Атты келей дін өкілдеріне қатысты сол совет үкіметінде ондай санаттар болмаған. Осы қиындық тудырады. Сондықтан біздерге басқа да санаттарда сотталғандарға қатысты сол істердің ішінен іздестіруге тура келіп отыр. Осы қиыншылық тудырады көп жағдайда.